Вот в общем не айтқым келіп тұр сіздерге. Кешегіде біз қайырымдылыққа барған кезде адамдардың көбісі маған дайректке жазып кетті да, 2 этажды үйде тұрады ғой, жағдай жақсы сияқты ғой, неге тексеріп алып көмектеспейсіңдер дегендей. Бұл сұрақ мені бейжай қалдырған жоқ, потому что солай маған сұрақтар жаудырды. Неге көмектесіңдер, жағдай жақсыламаған, неге тексеріп алмайсыңдар дегендей. Біз енді сіздердің көмектеріңізбен осындай қайырымдылық жасап жатқаннан кейін біз тексереміз. Сол себепті біз тексеріп барған болатынбыз. Негізі біз жаман жағына ойлауға тырысамыз ғой всегда. Бір үлкен осындай 2 этажды коттеджде 10-15 семья, әйтеуір көп семья тұрады, представляете, жалдап. Сыртына қарасаң бүтін, ішіне қарасаң түтін дегендей. Көмекке өте мұқтаж жандар, ДЦП баласы бар, сол себепті біз барған болатынбыз. Екеуміз жынды емеспіз ғой, просто так бар, 2 этаж адам тұратын, продукт алып беретін. Біз де тексереміз ғой. Мен ладно, мен өзім ақшама көмектесіп жүрген кезде де, когда оның өзінде жазып, жағдайын сұрап, қандай мәселе дегендей барлығын сұрайсың ғой. Вот сол себепті өтініш бізді кішкене ақымақ қатарынан алсаңыздар.